Аса қадірменді елбасы, ұлт тірегі болған құзырлы мекемедегі ел ағалары, сәлеметсіздер ме? Мен 2003 жылы Қытай Халық Республикасының Құлжа қаласындағы Шинхуа кітапханасында елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жазған "Қалың елім қазағым" атты кітабын оқып, қатты әсер алғанмын. Қазақ еліне тарыдай шашылған қазақтарды жинау мақсатындағы әрбір сөзіңіз әлі де менің көкейімде. Жүрегімді елжіретіп, қазақ еліне, жеріне деген сағынышымды одан арман күшейткені анық. Сіздің кемеңгер саясатыңыздың арқасында бүгінгі күні мен тарихи отаным Қазақстандамын. Сізге мың алғыс. Жалғыз мен ғана емес, мен сияқты талай қазақтың жүрегін тебіренткені анық. Дәл сол бірігу, елдесу деген сөзіңіздің, яғни ақылыңыздың арқасында мен еш шүбәсіз жерлік жігітке үйлендім. Бақыттымын, рахмет. Сіз қазақ үшін нұрлы көшті бастадыңыз. Қазағым жан-жақтан жинала бастады. Алайда Қытайдың қитұрқы саясаты қазақты қан жылатып екіге айырды. Ана баласыз, бала әкесіз, бауыр туыссыз қалды. Осы сәтте Серікжан Біләшұлы сіз бастаған көшті ақпарат құралдарымен жалғастыруға бел байлады. Қытайдағы лагерде үй қамақта жатқан қазақтарды құтқарамын деп, өзі қазақ елінде, қазақ жерінде үй қамаққа алынды. Бұл қаншалықты әділетті? Қазағын құтқарамын деп жапа шегіп жатыр. Елі үшін еңіреген азаматты солай ғана жала жабып қаралай салу соншалықты оңай ма? Мен сіздерге сенемін. Сіздердің әділетті екендеріңізге сенемін. Соншама арман тілектерді мойнымызға арқалап келген біз оралмандардың жүрегін, мұң-мұқтажын түсінетіндеріңізді мен жақсы білемін. Сондай-ақ сіздерден өтініп сұрарым, Серікжан Біләшұлын үй қамақтан құтқаруларыңызды тілеймін.